Біздің мектеп. Біз алғаш ескі мектепке бардық. Жан-жағы биік ағаштардан төгіле өскен жапырақтармен көмкеріліп, ауласында гүлдің неше түрі бар. Алғашқы қоңыраудың даусын естірткен ең ұжмақ мекен сол болар-ау. Мұғалім деген халық мүлде бөлек жаралған ба дерсің. Бәрі әдемі. Олардың шаш үлгілері де, киім киістері де, ұстаған сөмкелері де, бәрі ғажап. Аппақ костюм шалбарымен аяғында лақталған жып-жылтыр қара туфлиі бар Омар мұғалім. Бұл кісі мектеп директоры. Шашы да аппақ, өзі де аппақ, жүріс-тұрысы көз алдымда. Шалбардың қыры сынбайтын. Үнемі шауып жүретін бір мұғалім бар, ол Төлеген мұғалім. Жап-жас кезі. Сұр костюм шалбар киеді. Ленин бөлмесі деген шағын кабинетте кішкентай значоктар тұратын полка бар. Бұл Төлеген мұғалімнің жинап жүрген экспонаттары. Осы кішкентай экспонаттар кейін үлкен музейдің алғашқы жәдігерлері болатын. Сәлим апай қазақ әдебиетінен берді үлкен сыныптарға. Жүріс-тұрысы, киім-киісі бір паңдықтың белгісіндей қалды көз алдымда. Балапан көзбен сыртта болып жатқан үлкен сыныптардың сабағына қараймыз. Ол жақта әскери дайындық деген сабақ жүріп жатыр екен. Мұғалімдер қатал, түрі Бауыржан Момышұлына ұқсайды. Ол Разиолла мұғалім. Түрі сұсты, командасы нақты, жоғары кластың оқушылары кәдімгідей үлкен ағайлар мен апайлар. Өйткені мұғалімдер ұсақ болмаған екен ғой сол заманда. Дариға апай шашын жинап төбесіне түйіп қояды. Өзі әдемі. Ол кісі мектепке келе жатқанда бәріміз жамырап алдынан жүгіріп, сумкасын ұстап жүруге таласамыз. Үлкен кісіге көмектескен, әрі алдынан шығып қарсылаған бір әдемі сәттер. Тек біз емес, әне 2-ші кластың, әне 3-ші кластың балапандары да апайларының алдынан жүгіріп бара жатыр. Сол уақытта мұғалім болғысы келетін арман бар балада болды. Неге екен десем, сол кездің мұғалімдерінде бедел болды, мақсат болды. Бала оны көріп қызықты. Жап жаңа мектеп салынып 4-ші сыныпта сонда көштік. Ғажап, бәрі бар. Әр кабинет сол кабинетке қатысты жабдықталған. Трактор кабинетінде үлкен трактор тұрды. Әр деталін қолымен көрсетіп оқытты Теміржан мұғалім. Еңбек кабинетінде неше түрлі станоктар. Сол кездің хиті болған ақ жіптен сыпырғыш жасатты Абзал мұғалім. Бізде ұлдар аз болған соң солармен бірге оқыдық. Биология кабинеті, спиртке салынған неше түрлі жәндіктер қалбырларда тұратын. Сыныпта кезекшілер сол күні кластың полын жуып орындықтарын жинап кететінбіз. Макулатура жинау науқан еді. Сыныптар бір-бірімізбен жарысатынбыз. Біздің класс сол жарыстан 1-ші орын алдық. Бізде әке-шешелері конторда, гаражда жасайтын балалар ескі накладнойларды мешоктап әкеліп тапсыратынбыз. Бір күні бір әңгіме оқыдым. Балалар қоқыс тапсырып сағыз алатын. Кішкентай қыз қолында бір уыс қоқысы бар. Барым осы деп атайдан сағыз сұрайды. Қоқысын кішкентай ғой дегенде, үйден тапқаным осы болды деп ұялып жауап береді. Балалардың бәрі күледі, бірақ атай қызды мақтайды. Ең таза қыз екенсің, демек сен үйіңді тап-таза қылып жинайды екенсің деп. Болды, осыдан кейін макулатура тапсырудан жарыспайтын болдым. Бәріміз мұғалім болғымыз келетін. Ол арманды бір-бірімізден қызғанатынбыз. Мұғалім болу, ұстаздық бедел, ол кезде екінің бірі қол жетпейтін асу еді ғой. Қазір бәрін жоғалттық бекен. Авторы және оқыған Нұрлыгүл Өтемісқызы.